Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте жұмсақ, керемет панкейктерді дайындайтын боламыз. Алдымен жұмыртқаға қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін оған айран немесе сүт қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қопсытқыш қосылған ұнымызды елеуіштен өткізіп, міндетті түрде тестамызға саламыз. Түйін қалмайтындай етіп араластырамыз. Кейін оған ерітілген сары май немесе кәдімгі пісте май, сұйық майды құйып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған табағымызға баяу отта панкейктерді екі жағынан қызартып пісіріп аламыз. Бұл панкейктер өте оңай әрі өте дәмді болып шығады. Сондықтан міндетті түрде сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Менің каналымды енді көріп тұрған болсаңыз, төменде тұрған подписаться дегенді басып, жаңағы қоңыраушаны басыңыздар, жаңа видеоларымды жіберіп алмаңыздар. Видео пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк қойып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздерден қолдау күтемін.